Қазіргі рынокта болып жатқан үлкен проблемалардың бірі ол таргетологтардың маркетингті, осы таргетингті қана инструментарий деңгейінде қолдану, немесе инструментарий деңгейінде түсіну. Мысалмен түсіндірейін. Таргетолог бизнесмен келді, осындай реклама жасау керек деді. Таргетолог алды да инструкция бойынша, мен бірінші мына кнопканы басам, екінші мына кнопканы басам, үшінші мына кнопканы басам деп рекламаны жібереді. Сөйтіп бұл реклама ешқандай результат әкелмегеннен кейін бұл басқа бизнесмен іздеп кетеді. Ана бизнесмен басқа таргетолог іздеп кетеді. Сөйтіп бұл цикл әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Бұл циклды қалай тоқтатуға болады? Яғни бизнесмен жай ғана мықты специалист іздейді и сол специалистпен ұзақ уақыт бойы жұмыс жасай береді. Ал таргетологтар бұл циклды қалай тоқтата алады? Маркетингқа терең үңілу керек. Жай ғана инструментарий деңгейінде қалып қойсаңыз, онда сіз рынокқа ешкімге керек болмай қаласыз.